Сәлем достар, біз Чимкент қаласына да жеттік. Бүгін отбасымызбен демалыс орнына келдік. Табиғаты тамаша, қала сыртында орналасқан екен. Бұл жер тынығуға өте қолайлы екен. Балалар асығып қашан жетеміз деп әзер жеттік. Күн ыстық болған соң салқын суға шомылу нағыз рахат деп барлығы суға түскісі келіп жатыр. Қызықтың бәрі алда. Біз өз номерімізді алдық, киімдерімізді ауыстырып алдық. Балалар жүзуге дайындалып, купальниктерін киіп алды. Енді бәріміз бассейнге бара жатырмыз. Негізі қонақ үй өте таза екен, іші де, сырты да. Бассейнде балаларға арналған бөлек және үлкендерге арналған бөлек орын бар екен. Кішкентай балаларға қауіпсіз, таяз бассейн жасалыпты, нағыз Заринаға арналған екен. Балалар бассейнде шомылып қуанып жүр. Бірі су шашып ойнап жатыр, енді бірі жүзіп көріп жүр. Аярушка күшті жүзеді екен Алинұр екеуі. Қараңдар, бәрінің жүздерінен қуаныш көрінеді. Кішкентайлар үшін бөлек таяз жер бар екен, ол өте қауіпсіз, онда Зарина жүр. Үлкен жаққа келмейді, батып кетем дейді. Ал үлкен балалар тереңірек жақта жүзіп жатыр. Су жылы әрі таза екен, шомылуға өте жайлы. Сыртта тапчандар бар екен, ата-аналар демалып сонда отыр. Біз де жайғасып, отбасымызбен рахаттанып жатырмыз. Міне осылай қызықты күн басталып кетті. Алина, трюк жасаш тағы. Негізі Алинұр мен Аяру екеуі плаванияға барып жүрген, бірақ қазір бармайды. Қазір әрқайсының өзінің таңдаған спорт түрлері бар, сонымен айналысады. Балалармен демалысқа шыққан кезде әрқайсы осындай кезде бір-бірімен жарысады ғой. Мама, маған қараш, мен былай жасай аламын. Мама, сен маған қараса, мен былай күшті жасаймын деп өзінара таласып жарысады. Ол да қызық сияқты маған. Қараңдаршы, Зарина таяз суда жүзіп жүр. Ол қауіпсіздік үшін өзіне круг киіп алды. Өзі өте сақ, жүзіп үйреніп жатыр, қатты тырысады. Кейде су шашып ойнайды, кейде айналып жүзіп жүреді, бірақ әлі Алинұр мен Аярудың қасына бармай жатыр, қорқып. Бәріміз оны қарап, ол үшін қуанып жатырмыз. Мен жүзуді үйренем деп қояды өзі қуанып. Осындай сәттер балалық шақтың ең қызықты кездері. Ал сендер жүзуді үйрендіңдер ме? Комментарийға жаза кетіңіздер. Бір кезде Зайка уже үйрене бастады. Кругын алып тастады, судың ішінде жүр. Отырды, оның ішіне жүзді. Потом Аярумен, бірақ Алинұрға әлі бармады. Баруға қорқады. Өзінің баллончик сердечкалармен ойнап, қасына подружкалар тауып алды. Солармен ойнап жүрді. Сол ойнап жүрген кезде Зарина өзінің кругын таппай қалды. Сол кезде бір баланың кругымен ұқсайды екен екеуі. Сол менің кругымды алып қойды деп ашуланып, ақыры кругын өзі алып алды. Сөйтсем ол баланың кругы басқа жерде, ол Заринаның кругын алған екен. Зайка кругын қайтарып, қайтадан суға түсуге кетті. Өзі сондай тәп-тәтті. Мамасының, папасының балапаны ғой. Зайка папасының көмегімен Алинұр мен Аяру жүзіп жүрген бассейнге келіп ішіне түсті. Қорықты баста. Сонымен папасы көмектесті. Қазір осында жүр, ағасы мен тәтесінің қасында жүзіп жүр. Қорқасың ба? Ай, молодец. Бача.
да жат. Соңдың ба? Соңдың ба не? Алинар артқа жүзген. Қайда мама? Алинар негізі артқа жүзуді білмейтіндігін осы жолы үйреніп алыпты. Күшті жүзетін болыпты артқа қарай. Балалар судан шыққан соң біз тағы да бір қызық жерді таптық. Бассейннен бөлек балаларға арналған детская площадка бар екен. Ол жерде батут, теннисный стол, качеля балаларға не қызық, соның бәрін орналастырып қойған екен. Балалар ойынға беріліп кеткенде біз демалып тамаққа тапсырыс беріп қойдық. Тамақ келгенше бәріміз көңілді уақыт өткіздік. Біз осылардың соңында жүрміз. Бізде вообще аяру большой тенниске қатысады. Большой теннисте жақсы ойнайды. Областной чемпион. Алдағы уақытта сіздерге түсіріп көрсететін боламыз оны. Анау настольный теннисте бірінші рет ойнап жатыр. Доча, достарға не айтасың? Достар, маған осы Шымкент ұнады. Мен сіздерге кеңес беремін, осы Шымкентте демалып алыңыздар. Әйтпесе жазғы демалыс ол тез өтіп кетеді. Бір жалғастырыңыз. Молодец. Так, әлденім алуға келдік. Балалар тамақ жеді қазір. Ас болсын балалар. Давайте, тамақ ішіңдер. Сосын суға түсуге барамыз, жақсы ма? Давайте. Ас болсын. Тамақтанып болғаннан кейін балалар қайтадан суға түсуге келді. Алинар неше түрлі трюктар жасап, олай да секірді, бұлай да секірді. Сосын Аяру мен Алинар жарысты. Ташкентский плов. Ужин ішуге келдік. 4 қазан деген жерде Чимкентте балалар шаршады. Үй жаным менің, баба болып қалды аяғы, баба. Жаңа жолдан құлап қалды. Қазір үйге барып обработка жасаймыз, я? Арука, шаршадыңдар ма? Шаршамадың ба? Мен шаршадым, походу Достар, біз суға түсіп шаршадық. Қазір тамағымызды ішіп аламыз, сосын ұйықтауға барамыз. Таңертең кездескенше. Тамақтанып болғаннан кейін біз өзіміздің демалыс орнымызға келіп, сол жақта кешкі локацияны қарадық. Жан жағымыз жарық, әдемі болып тұр, көрініс әдемі. Бізге қатты ұнады. Балалар күні бойы шаршаған соң ойнады, жүгірді, жүзді. Сондықтан да қазір балалар барлығымыз демаламыз. Аярулар ұйқыдан тұрды. Завтрак келді бізде. Қазір тағы да осындай бар келеді. Соны ішіп аламыз да. Суға түсуге шығып, кейін шоуға дайындаламыз. Таңғы асты ішіп болған соң сағат 11 шамасында бәріміз бассейнге шықтық. Балалар бірден суға секіріп шомыла бастады. Кешегі күннен кейін де олар шаршамаған сияқты қуанып, күліп, Зарина тағы да өз кругына жүзіп жүр. Ал Аяру мен Алинар өздері еркін жүзіп кетті. Су жылы, күн жарқырап тұр. Бүгін де керемет күн болайын деп тұр. Демалысымыз осылайша көңілді жалғасты. Әрі қарай біз жолға шығамыз. Осымен біздің Шымкенттегі демалысымыз бітті. Келесі демалысымыз бұл Алматы. Ендеше біз кеттік. Қазір біз машинаға отырамыз. Тамақты жеп аламыз. Сосын магазинге соғамыз. Достар, осымен біздің Шымкенттегі демалысымыз бітті. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.